Қазақстан Республикасындағы білім беру және тәрбиелеу жүйесі діндер мен діни бірлестіктерден бөлінген және зайырлы сипатқа ие рухани, діни, білім беру ұйымдарын қоспағанда, бұл зайырлы мектептерде белгілі бір дінді тікелей немесе жанама насихаттауға жол берілмейтінін білдіреді. Мектептердегі білім алушылардың сыртқы келбеті білім беру ұйымдарының ішкі тәртіп ережелерімен, білім беру ұйымының жарғысымен, сондай-ақ орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптармен реттеледі. Орта білім беру ұйымдарының міндетті мектеп формасы оқытудың зайырлы сипатына сәйкес келеді. Мектеп формасының фасоны классикалық стильде, рұқсат етілген 3 түстен аспайтын бірыңғай гаммада. Мектеп формасы жайлы, ашық емес түстерден таңдалады. Мектеп оқушыларының ата-аналары мен заңды өкілдері мектеп мекемелері үшін бекітілген киімнің нысанын сақтауға міндетті. Мектеп формасына діни сипаттағы әртүрлі элементтерді енгізуге қатаң тыйым салынады. Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар Білім және ғылым министрлігі бұйрығында жазылған. Онда талаптар оқытудың зайырлы сипатын іске асыруға және орта білім беру ұйымдарының білім алушылары арасындағы әлеуметтік, мүліктік және өзге де айырмашылықтар белгілерін жоюға бағытталған. Әртүрлі конфессиялардың діни тиесілілігінің киім элементтерін мектеп формасына енгізуге жол берілмейді. Бұл тыйым білім берудің зайырлы сипатына негізделген. Қазақстандағы барлық мектеп оқушыларының жақсы болашағын құру үшін ортақ құндылықтарымыз бен ұстанымдарымызды бірге құрметтеп қолдайық.